Саламатсыздармы? 12-ші дәрісіміздің тақырыбы сан есімнің сөз жасамы. Дәрісіміздің жоспары: бірінші, сан есім сөз жасамының өзіндік жүйесі, олардың негізгі белгілері. Екінші, сан есімнің сөз жасамдық тәсілдері. Сан есім сөз жасамына жалпы сипаттама. Сан есімнің сөз жасам жүйесі тілдегі ерекше жүйелердің бірі. Сан есім сөз жасамы екі негізгі тәсілге сүйенеді. Біріншісі аналитикалық тәсіл. Сан есім сөз жасамының негізгі әрі өнімді тәсілі. Бұл тәсіл арқылы сан атауларының көпшілігі, соның ішінде барлық есептік сандар, күрделі сандар жасалады. Аналитикалық тәсілде бірнеше сөз тіркесіп, жаңа сандық ұғым пайда болады. Екінші, синтетикалық тәсіл арқылы жасалуы, бұл қосымшалар арқылы жаңа сан сөздерін жасау тәсілі. Бұл тәсіл сан есім жүйесінде өнімсіздеу, себебі мұнда қолданылатын жұрнақтар саны шектеулі және жаңа сан атаулары емес, көбіне мағыналық реңктер немесе лексикалық түрленулер ғана жасалады. Сан есімнің синтетикалық сөз жасамы. Сан есімнің синтетикалық жолмен жасалуы сөзге қосымшалардың жалғануы арқылы жүреді. Бұл тәсіл өнімсіз болғанымен, кейбір негізгі сан сөздерінің құрамында тарихи туынды тұлғалар сақталған. Мысалы, 7, 8, 9. Синтетикалық тәсілге негізделген мағыналық сан топтары: біріншіден жинақтық сандар, мысалы 4, 7 жұрнақтары, ау-еу. Екінші, реттік сандар, яғни ыншы жұрнақтар арқылы жасалынатын сан есімдер: бірінші, екінші, 15-ші. және үшінші, болжалдық сандар: жүздеген, мыңдаған, 70-дей. Яғни мұндағы жұрнақтар дайдей, даған, деген, ер. және де көптік форма арқылы 5-тер, 6-лар, бұл жерде көптік мағына береді. және бөлшектік сандар: 10-нан 1, 3-тен 1 сөз тіркестері арқылы жасалады. Сан есімнің мағыналық топтарын жасайтын жұрнақтар. Мағыналық топтар: жинақтық, реттік, болжалдық, көптік, бөлшектік. Бұл жерде жинақтық сан есімді жасайтын ау-еу жұрнағы, яғни бұл жерде 1-ден 7-ге дейінгі сандарды қамтиды. Екінші, реттік сан есімдер ыншы жұрнағы арқылы. Үшінші, болжалдық сан есімдер лайлей, дайдей арқылы. Төртінші, көптік. Бесінші, бөлшектік сан есімдер. Сан есімнің аналитикалық сөз жасамы. Аналитикалық тәсіл екі немесе одан көп дара сан атауларының тіркесу арқылы күрделі сан атауын жасау жолы. Бұл тәсілдің ерекшелігі сандық ұғымдарды дәлірек, нақтырақ білдіруінде. Мысалы, қосу жолы: бір сан атауы екінші сан атауымен тіркесіп, үшінші бір жаңа сандық ұғым тудырады. Мысалы, 10 сан есіміне 5 сан есімін қосу арқылы 15, ары қарай 153 деген сияқты екі не одан да көп сандардың қосылуы арқылы келесі бір сандық ұғым туындайды. Және көбейту жолымен бір сан екінші санға көбейтіліп, жаңа сан атауы жасалынады. Мысалы, 200, 500 деген сияқты. және сонымен шылаулар арқылы мағынаны кеңейту, санға шылау қосылады. 1000 шамасында 40 шақты деген сияқты. Күрделі сан атаулары. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралған бір тұтас сандық ұғым. Оның басты белгілері: мағыналық тұтастығы бар, сөйлемде бір ғана сөз қызметін атқарады, қосымша күрделі санның соңғы сыңарына жалғанады, құрамы өзгермейді, арасына басқа сөз кірмейді. Күрделі сандардың құрылымдық үлгілері: ондық және бірлік, 15, 23. Екінші, жүздік пен ондық бірлік, мысалы 124. Үшіншіден, мыңдық, жүздік, ондық және бірліктің қосындысы: 2347. және де миллион, миллиард, триллион, 1,300,215 деген сияқты. Сонымен қорыта айтқанда, сан есімнің сөз жасам жүйесі күрделі және өзіне тән ерекшеліктерге ие. Аналитикалық тәсіл негізгі әрі өнімді жол. Синтетикалық тәсіл мағыналық реңк беруде қолданылады. Күрделі сан атаулары тілде дербес лексикалық бірліктер ретінде орныққан. Осы құрылым тілдегі сан ұғымдарының мағыналық дәлдігін, жүйелілігін және экспрессивтілігін қамтамасыз етеді. Сан есім сөз жасамы күрделі әрі көп қабатты жүйе. Ол тарихи қалыптасқан негізгі сан атауларына сүйене отырып, түрлі жұрнақтар мен тіркестер арқылы жаңа мағыналық топтар жасайды. Сөз жасамның синтетикалық және аналитикалық тәсілдер арқылы сан есімдер тілдегі нақты, дәл, болжалды, жинақтық, бөлшектік сандық ұғымдарды білдіруге бейімделген. Сан есімнің сөз жасам жүйесін меңгеру тілдің грамматикалық құрылымын терең түсінудің бір жолы. Бүгінгі сабағымыз бойынша түсінікті тексеру тапсырмалары. Бірінші, терминдерді сәйкестендіріңіз.
Берілген терминдер есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім және болжалдық сан есім. Анықтамалар сан атауының түбіріне ыншы жұрнағы жалғануы арқылы жасалынады. Осы анықтама берілген 4 терминнің қайсысына сәйкес келеді. Екінші анықтама сан атаулары белгілі бір сан мөлшерін болжалмен білдіреді. Үшінші анықтама нақты тура сандық ұғымды білдіреді. Төртінші сан есімнің құрамына ауио жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Келесі тапсырма дұрыс-бұрыс, яғни берілген тұжырымдардың дұрыс не бұрыс екенін анықтаймыз. Берілген тұжырымдар: бірінші, сан есімдер тек синтетикалық тәсілмен жасалады. Екінші, жүздеген, мыңдаған сөздері болжалдық сан есімге жатады. Үшінші, үшеу, бесеу жинақтық сан есімдер. Төртінші, 15 000 аналитикалық тәсілмен жасалған күрделі сан есім. Келесі тапсырмада кестені толтырыңыз. Берілген сөздердің қай топқа жататынын анықтап, төмендегі кестеге орналастыру керек. Сөздер 2, 200, екеу, екінші, екіден, 100 шақты, 2,5. Берілген сөздерді, яғни мағыналық тобына қарай қай топқа жататынын және жасалу тәсілін анықтау керек. Келесі тапсырма: сөйлемдерден сан есімдер тауып, сөз жасамдық құрылымына талдау жасаңыз. Берілген сөйлемдер: биылғы мектеп бітірушілер саны 715. Келесі сөйлем: бөлменің ұзындығы 12,5 метр. Үшінші сөйлем: жобаға 100-деген адам қатысты. Соңғы сөйлем: қоймада 10 шақты техника қалыпты. Талдаудың үлгісі: мысалы, сан есім 715 болса, түрі қай түрге жатады, яғни күрделі есептік сан есім, құрамына қарай аналитикалық, яғни дара сан есімдердің тіркесі, мағынасы нақты сан мөлшері. Шығармашылық тапсырма: сан есімнің сөз жасамдық ерекшеліктері тақырыбында 5-7 сөйлемнен тұратын шағын түсіндірме конспект эссе жазыңыз. Эсседе мына сұрақтарға жауап беруге тырысыңыз. Сан есімнің қандай сөз жасамдық тәсілдері бар? Қандай жұрнақтар арқылы сан есімдер жасалады? Күрделі сан атауы қалай құралады? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.